Көріңіздер және сақ болыңыздар. Сәлем қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш ақпараттардан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазгидромет Қазақстан бойынша 22-23 наурызға арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктер болжауынша республиканың басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Еліміздің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жаңбыр жауып, солтүстікте, шығыста және орталықта жаңбыр жауып, қар жауып, бұрқасын, көктайғақ, тұман түседі. Тек батыс Қазақстан облысы мен Ұлытау облысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. 22 наурызда Шығыс Қазақстанда жауын-шашын мол болады. 23-24 наурызда Маңғыстау облысында, ал 24 наурызда Түркістан, Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарында қатты жаңбыр жауады. Алда күнде республиканың әртүрлі аумақтарында ауа температурасының төмендеуі, кей жерлерде 0-ден төмен түсуі күтілуде. Батыста ауа температурасы төмендейді, түнде 0,5 градус аяздан 3-8 градус аязға дейін, күндіз 10-15 градус аяздан 7-12 градус аязға дейін. Оңтүстік батысында ауа температурасы түнде 2-10 градустан 0-8 градусқа дейін, күндіз 10-18 градустан 5-13 градусқа дейін төмендейді. Солтүстік батыстан негізгі температура фонында түнде 3-10 аяз, күндіз 2-12 жыл болады. Солтүстікте ауа температурасы түнде 5-12-ден 0-8 аязға дейін көтеріледі. Республика орталығында түнде 2-10 градус аяз, күндіз ауа температурасы 0,8 градус аяздан 0,5 градус аязға дейін төмендейді. Шығыста түнде ауа температурасы 0,5 градус аяздан 3-12 градус аязға дейін төмендейді. Күндіз ауа температурасы 2-7 градус жылдан 3 градус аяздан 2 градус аязға дейін төмендейді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.